қаңтар ұбт-ға қалай тіркелеміз деген ютубқа видео салам. Сосын жақында біраз оқушы жазады: ағай, мен қаңтар ұбт-ға тіркеліп үлгермей қалдым деп. Мен таң қалам, қалай сонда бір айда тестке тіркеліп үлгермей қаласың? Осы жақында инстаграмнан тағы бір оқушы жазды: ағай, мен осы қаңтар тестке үлгермедім, маған ешкім ескерткен жоқ дейді. Саған кім ескерту керек еді десем, маған мектеп ескерткен жоқ дейді. Құрметті оқушылар, 2017 жылдан бері мектеп ұбт-ға жауапты емес. Яғни сіздің ұбт-ға қатысуыңызға, тіркелуіңізге, оқисың ба, оқымайсың ба, оған ешқандай да жауапты емес. Мектеп тек қана мектептегі базалық білімді беруге ғана жауапты. Бізде мына дайын асқа тік қасық деген нәрсе бар. Біз артымыздан мектебіміз жүгіріп, айналайын оқшы, айналайын үйренші, айналайын үйтші, айналайын бүйтші деп жүргенге әбден үйренгенбіз. Біз ұбт-ға бару, бармау өз еркімізде. Бұны біз өзіміз шешеміз. Және бұл жердегі жауапкершіліктің барлығын өз мойнымызға алуды үйренуіміз керек. Біз уже жас балалар емес, біз 10-11 сынып дегеніміз бұл үлкен балалар. Сондықтан да жауапкершілікті алып, қайда тіркелу керек, қашан тіркелу керек, бұлардың барлығын инстаграмнан қарап отыруымыз керек. Жаңағы жігіт инстаграм парақшасын қарап шықтым, кімге тіркелген екен деп, мына тест-центрдің парақшасына тіркелген ба, әлде тіркелмеген ба деп. Сөйтсем, қайдағы жоқ, біреулерге тіркеліп алған, бірақ мына ұбт-ны ұйымдастыратын ең негізгі орталыққа тіркелмеген. Біз хотя бы осы бір жылда осы ұлттық тестілеу орталығының инстаграм парақшасына тіркеліп, сол жерден хабар алып отыруымыз керек. Қаңтар ұбт қашан басталады, тіркелу қашан бітеді, ертең наурыз тесті келе жатыр, наурыз тесті қашан басталады, наурыз тесті қашан аяқталады, тіркелу қашан басталады. Осылардың барлығын ресми осындай парақшаларға тіркеліп қарап отыруымыз керек. Біреудің ішіп жегенін аңдып отырмай, осындай пайдалы контенттерді қарауды үйренуіміз керек.